келіңдер. Сіздерге бірдеңе айтамыз. Туф, ручка тағы да жұқпай қалды ғой. Мағжан, сенде артық ручка бар ма? Жоқ, одан басқа жоқ. Мен жаңа қай жерден көріп едім? Міне, мына шкафтан, сосын жоғары шкафтан көрген сияқтымын. Қашып мені көрген секілді, мен де іздеп көрдім. Жоқ, жерде де жоқ. Мына жерде де жоқ екен. Иә, сол жерде де жоқ. Мағжан, Ау, не бол? ешкім жоқ па? Ешкім Мынау ше? Иә, өткенде Ернар мен Айсел ішіп қойған. Сол емес па? Пісіріп кеткен жоқ па? Иә. Біз де ішіп көреміз ба? Олар байқамай ішті ғой. Ал біз әдейі ішіп көрейік та. Давайте. Сосын ше, олар не істейді екен, қандай ойын, не істеп сөйлеседі екен, аңдайық та. Давай, кішірейіп алайық та, аңдып жүрейік. Иә, кеттік. Мама, көрмей тұрсын. Жоқ, ешкім жоқ. Тастайым деген сол кет осы. Иә, кеттік. Көрейін. Қане дәмі жаман. Кәмеш. Не деген ащы. Мен енді үшеуін ішіп алдық, енді қалай күйеміз? Иә. Мұнатке қоқ қойық. Жоғалып кетпесін. Қайтадан ішкенде, қайтадан адам боламыз ғой. Сол ғой. Ана кеп. Тұтамасын. Тұра берсін ба? Тұра берсін да. Жарайды. Мама, тастайым дегенім. Саған, біз кішкентай болып кеттік қой. Сен өзің кішкентай бірдейміз. Мәссаған, біз кішкентай болып кеттік. Иә, жүрмін. Жер биік екен. Бірақ біз өте кішкентаймыз. Иә. Анау баклажкамен бірдей екенбіз. Сен кішкентай болып тұрсың. Қолымды ұстап көрейік. Мына жер бірақ биік екен. Мен секірейін, аяғым сынып қалмаймын, қорқып тұрмын. Олар ше Салтанға ойнауға кетті ғой. Біз енді қалай барамыз? Секіріп көрейік та. Аяғым сынып қалмаймын, ойбай қасқа. Қан секіріп көрейік енді. Ай, аяғым қатты ауырып кетті ғой, биіктен секірем деп. Енді болды, секірдік. Енді залға барайық. Иә, кеттік. Әлі кухнядамыз ше. Бір сағат болды, әлі келе жатырмыз. Біз жетем дегенше бір апта болатын секілді ғой. Сол ғой. Әне кухнядан шығайын деп қалдық, жүрерік. Дәлізге келдік, залға жетіп қалдық, кеттік, бара берейік. Дәліз ұзын ба? Келетқанымыз 2 сағат бол. Үлкен болсақ, 3-5 қадам еді ғой. Мынау мен дегеніміз миллион қадам жүріп тастаймыз ғой. Аяғым ауырып кетті, секірдім. Сосын жүріп амал жоқ. Айсел, ағаң не істеп жатыр екен, Олар не істеп жатыр екен? Есіме түсті. Олар сабақ оқып жатыр екен. Мен де ерте сабаққа барамын ғой. Мен садикке барам ғой. Мәссаған, ана жерде рахатлана, Содан ұйықтатады. Содан тұрғасы тигізет. Иә. Сосын ояқтардан мен бүкіл аяқ тастағанмын, Мен де келер жолы сабаққа барам ғой. Айсел, сен деген ағарды қатты жақсы көресің ба? Иә. Мен де маманымда да папаны, әжені, атаны жақсы көру керек. Ағар жақсы көреміз ғой. Четверге жасамайық, мен де сабаққа барамын. Яма кел ойнайық. Кәні. Екеуі қайда кеткен? Сабақ орындап жатыр еді ғой. Шонти, Мағжан, қайда кетті мына жердің бәрін жайратып кетіп қалғанын нес? Ана өткендегі сиқырлы сусын емес па? Бұны ішкен адам кішкентай болып кететін еді, бұны кім алған? Қап, тағы да Ернар мен Айсел шығар. Туф, екеуі бірдеңені бүлдіреді де жүреді. Ернар, Айсел. Ернар, Айсел. Не істеп жатсыңдар сендер? Ойнауға отырақ. Ойын ойнап жатсыңдар ма?
Шонти аға мен Мағжан ағаны көрдіңдер ма? Жоқ, олар кейін сабақ оқыды ғой. Жаңа сабақ оқып жатқан жерде барлық заттарын тастапты да жоқ болып кетіпті. Сендердің қастарыңда шығар десем, сендер келген жоқ па бұл бөлмеге? Жоқ, келген жоқ. Сендер екеуің ғана ойнап отырсыңдар ма бағанадан бері? Иә. Ал өткендегі жаман сиқырлы суды ішкен жоқсыңдар ма сендер тағы да? Жоқ, мама. Ернарик, онда жаңа сиқырлы сусын алыныпты және қақпағы ашық тұр, оны біреу ішіпті. Енді ол ағалар ғой. Ағалар ішкен ба енді? Иә. Сендер емес па? Жоқ. Мен сендер ішкен шығар деп жүгіріп келатсам, сонда ағалар кішкентай болып кетті ма, мынандай болып кетті ма? Иә. Мен іштім. Жоқ, сен өткенде іштің ғой, сен кішкентай болып кеттің. Енді ағаларды іздейік үйдің ішінен. Енді Мына шкафтардың үстінде жоқ па мына жерлерде? Туф, ағаларың неге ғана ішті екен ол сусынды? Негізі сол суды ішіп жоқ болып кетті ол. Қай жаққа кетіп қалған? кішкентай болып қалған ғой. Кішкентай болып кетті. Осы залды іздеп қараңдар. Содан кейін біздің бөлмені қараңдар. Өздерінің бөлмелерін бәрін дұрыстап қараңдар. Мақұл ма, Ернар? Иә. Мен ана жақта кухняны қарай берейін, иә? Иә. Айсел тапқан жоқсыңдар ма? Иә. Ағаларың жоқ па не? Қайға кеткен сонда? Мен әжем бөлмесін қолды, салды, веранданы қарап шықтым. Бәрін қарадыңдар. Мен де барлық бөлмелерді, төсектің арасын, ана столдың үстін бәрін қарап шықтым. Бірақ таппадым. Астын қағыватым ұстауынан. Столдың астын қарадың ба Иә. сен? Мама, елуға далаға шығып кеткен жоқ па? Далаға? Иә. Далаға шықпаған шығар, иә? Далаға шығып кетсе біз оны мүлдем таба алмай қаламыз ғой. Или біз оларды мұжып кеткен жоқпыз ба? Аяқпен ба? Мұжбаған шығарсыңдар, жай жүрген шығарсыңдар, иә? Өкізен ба? Көңіз біз ағаларды іздеп жүрміз. Мама, қараңыз, ағалар. Аға? Иә. Айсел, мама, біз мұндамыз. Иә, келіңдер. Сіздерге бірдеңе айтамыз. Енар, міне біз мұндамыз. Иә. Ja, білем. Енді ағаларыңды қара. Диванда отырдық қой. Енді ағаларыңды қараса, сендер сияқты кішкентай болып кетіпті. Шонти неге ішесіңдер? Ол дәріні вообще ішу болмаңдар дедім ғой. Дәрі ма, сиқырлы сусын ба, немене? Вообще соны мусорға тастаймын деп едім, тым қолым тимей ұмытып кетіп жүрмін. Қазір мусорға тастаймын. Айсел мен Ернар жаңағы сусынды таппады-ау деймін. Қане кел отырыңдаршы қолыма. Мен сендерді өзім алып барайын. Кел қане мініңдер тез. Келіңдер, тып-тыныш отырыңдар, қозғала бермей. Жүріңдер, сендерді апарайын. Светін жақсы, кухняның светін не өшіріп тастаңыз да, болды тезіне. Мағжан мен Ернар бар, Мағжан мен Шонти бар қолымда, тез-тез. Келіңдер, мына жерге отырғызайын, тез-тез. Қазір сосын сусынды беремін. Міне келіңдер сусынның қасына. Осы сусын ғой, сиқырлы сусын, қазір мен сендерге берем. Сосын қайтадан өздерінің қалыптарына келесіңдер, иә? Өзіміздің қалпымызға келдік, біз енді дәуіміз. Ой, мына сусын ба сендердің сол әлі ішіп қойып жатқандары. Қазір сендердің көздеріңше төгіп тастайшы. Неге ішесіңдер сендер бұл сиқырлы сусынды? Мен айттым ғой, бұны ішсеңдер кішкентай болып кетесіңдер деп. Болды, мен көздеріңше мусорға тастадым. Енді бұндай нәрсе болмайды. Жоқ, неге ішсіңдер ол сусынды? Қызық қылып көргенбіз. Несі қызық оны осындай кішкентай болған Алласы қызық екен. аңдығанбыз ғой. Сендерді аңдыпты. Айсел, Ернар сендерді аңдыпты. Біз білмейді қалдық қой. Сендер не айттыңдар? Жаман бірдеңе айтып қойған жоқсыңдар ма? Ағалар туралы. Қай шкафта отырдыңдар? Ана шкафтағы. Сол шкафтың үстінде отырдыңдар ма? Айселік сендерді аңдыпты ғой, ағалар. Сендер көрдіңдер ма? Жақсы көретіндерін айтсын. Сендер соны естідіңдер ма? Енді осындай кішкентай болған ұнады ма сендерге? Жоқ. Ұнаған жоқ. Енді ішесіңдер ма ондай нәрсе? Ішпейсіңдер, болды, ондай сиқырлы сусындардың барлығын болды мусорға төгіп тастадым. Енді ондай нәрсе болмайды, иә? Так, сендер сабақтарыңды оқыңдар. Не қылып жүрсіңдер? Сабақтарыңды оқыңдар. Иә, әлі жүрсіңдер. Айселік достарға не дейміз? Вайкасында, гамидасында, пока-пока. Достар, келесі видеода кездесеміз. Пока.